Аспанда жұлдыз көп, әрі олардың бәрі бір орында тұрмайды. Алдын ала белгіленіп қойған жолмен жүріп жатады. Тек бір жұлдыз ғана бір орнынан тапжылмайды. Ол темірқазық. Аспан жазығына бұл темірқазық мәңгі бақиға қалып қойғандай. Осы жұлдыз бойынша жаһан кезген жолаушылар мен саяхатшылар түн ішінде дұрыс жолды тауып алады. Темірқазыққа алтын шынжырмен екі ат, ақбоз ат пен көкбоз ат байланып қойылған. Бұл аттардың темірқазық айналасында шідерленіп жайылып жүргеніне міне 1000 сан жыл болды. Одан аса алыс емес маңда көк жүзінде 7 қарақшы сенделіп жүр. Бір кездері олар 6 болған. Бірде үркердің қыздарының бірінің сұлулығына естері кетіп, олар сұлу жұлдызшаны ұрлап алды да өздерінің тұрағына алып келді. Бұл жұлдызшаны қазір де өзгелерден ажыратып тануға болады. Ол 7 жұлдыздың ішіндегі ең кішісі және нәзігі. 7 қарақшы түн сайын ұрлықшылық кәсібін жасауға шығады. Олардың темірқазыққа байлаулы аттарды ұрлап алып кетпек болып жүргендеріне қай заман. Бірде олар тұлпарларға ұрлана басып батыстан да қалады. Енді бірде шығысқа ауысып жылжиды. Кейде аттарға жақынырақ жанасу мақсатымен жоғарыға шығып кетеді. Бірақ олар аттарды енді ұстап ала бермек болғанда таң атып қояды. Адамдар оянады. Сөйтіп, 7 қарақшы пиғылдарын жүзеге асыра алмай, келесі түнді күтіп тығылып қалады.